Мектеп жасындағы балаңыздың Қазақстан жерін аралағанын қалайсыз ба? Бұл үшін арнайы үйірмелер бар екендігінен хабарыңыз бар ма? Келес аудандағы адам әлеуетті дамыту бөліміне қарасты жас туристер станциясы жасөспірім балалардың Қазақстандағы киелі мекендер мен тау шыңдарын көруге мүмкіндік береді. Мекеменің қызметі жайлы толығырақ Еркежан Құрбанәліқызы тарқатады. Жас туристер станциясы Қазақстанның жастары арасында туризмді, өлкетануды дамыту бойынша қарқынды түрде жұмыс жасап келеді. Жалпы бұл үйірмеге 180 бала қатысуда деген бөлімше директоры Ғалымжан Мырзанов мекеменің негізгі қызметі жайлы айтып берді. 2013 жылы ақпан айында ашылды. Мекеме жас туристер станциясы коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Келес ауданы адам әлеуеттік дамыту бөліміне қараймыз. Ашылудағы мақсат мектеп оқушыларының бос уақытын тиімді пайдалану. Негізі бағыттарымыз екі бағытта жұмыс жасаймыз біз. Өлкетану бағыты және тау туризмі бойынша. Өлкетану бағыты айта кететін болсам, бұнда біз оқушыларды тарихи жерлер, облысымыздағы мысалы ескерткіштер, Шымкент қаласы мен Түркістан қалаларындағы мұражайларға, саяхаттауға алып шығамыз. Және де өзіміздің аудандағы тарихи жерлер, шығу тарихын балаларымыз зерттеп, соны өз беттерінше ізденіп, жаңағы соны зерттейді. Мекемеге келген сәтте көзімізге шыңдалып жатқан мына жас балалар бірден түсті. Мұнда балалар тау шыңдарына, яғни биіктікке шығу үшін арнайы жаттығу сабақтарын үйрену үстінде екен. Бұл екінші туризм бағыты бойынша. Бұл жерде ең маңыздысы спорт, дейді басшы Ғалымжан Мырзанов. Тау туризмі бойынша бізде облыстың өзінің базасы бар. Төле би ауданында бір көлік шатқалында орналасқан. Сол жерге 4 күндік, бір апталық сайыстар болып жатады. Қатысушылар өзінің спорт формасын, мысалы шыңдау, мысалы сайыста бар, жарақаттанушыны тасымалдау деген, көмек көрсету түрлі жағдайда. Сондай мақсаттары бар. Мысалы сайрам 2019 дедік, облыстық сайыста бүткіл облыс бойынша жалғыз біздің ғана бір оқушымыз шыңды бағындырды. Сарайғыр деген шың бар, биіктігі 3333 метр. Соны бағындырды. 7 сағат шығу, 5 сағат түсу. Ең бірінші ұстаздың мақсаты, міндеті, жемісі ол оқушылары ғой. Оқушылары биік шыңдардан көрінсе, ұстаз сонысымен марқаяды, мақтанады өзінің шәкіртімен ғана. Құласа, осындай бала тәрбиелеуде, қосымша білім беруде, аянбай еңбек ету біздің мақсатымыз. Айта кетейік, жасөспірімдер киелі мекендерді көзбен көріп, тарихы жайлы толық білуге мүмкіндік беретін жас туристер станциясына сеніммен өз балаларыңызды алып келсеңіз болады. Балалардың қауіпсіздігі үшін мемлекет тарапынан барлық жағдайлар қарастырылған. Еркежан Құрбанәліқызы, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.